Barşаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып лайк басып, тіркелу батырма. Біздің осындай бірінші алған қарасында неше фиолетовый осы ғой. Бүкіл бала мініп шықты оған. қайтын цветте алдық, мынау несі? Жағынан. Дочкасы отдельно сатылады. Атасы осы немере болғанда бүйтесіңдер да. Әдемі көрсету осы кісілердің жұмысы. Бәрін спонсирует етіп отқан мына кісі. Сіздің карточкадан тыдың деп кетті ма бәрі? Осысымен ғой қызығы. Ол жаңағы мал-баланы шашуы, алғанда, бергенде тұрған ештеме жоқ деп ойлаймын ше. Осы бірінші қызығымыз, осы қуанышымыз, жүрегіміз жарылып, осы дүниеге келген кезде құдағи екеуміздің жары шықпас жанымыз бірге ғой енді. Ya жаңағы оның әпкесі десем де болады енді абысын деп білмеймін енді әпкесіндей жақын ғой енді. Ya әпкесінен де артық болмаса киім жайы. Қараңғы, сен еңбегің зор. Менің екеуім қандай болып жүрсін деп алдым. Айда коммен ауада біреуімізге шапан, біреуімізге Құтты болсын. Саған орамал қарымда жүрсің, Аллахым саған да осындай Тағы шашуымыз бар, құдағиға да. Шашуы дейді ғой. Қырқынан шығару қазақтың салт дәстүрі ғой. Бәрі құтты болсын. Құдай қаласа осы түгел, көзіміз түгел. Тойдық енді дегенмен бірақ үлкен тойда да ағамыз ғой, Аллаға бұйыртса. Айтады ғой, ең бастысы бергенде емес, алғанда емес деп. Ең бастысы шын ниетпен көңілден ғой. Бүгін енді Шерназ аға сіздерге де біраз сыйлар бар. Үйіңіз ғой деп жүріп қалдыңыздар ғой. деген негізі Бикеш алдында ойладық қой, той болған кезде сол жасаудың бәрін, бесіктің бәрін, осының бәрін тойға апарамыз деп. Сосын кеше ана жағдайлар болған кезде ойладық, қуаныш болып жатыр, барайын деп жатырмыз, құрсын болды. Қуанғанға не жетсін, иә, осы күнді. Сол үшін енді бүгін бар осы Құдай қаласа. Аллахым сол той күндерге жеткізе берсін. Ал енді осы құдағиының арқасында барлығын өзі бәрі әдемілеп жақсы әкеліп беріп жатыр. Төсек орындарды енді Құдай қаласа тұр ғой. Үлкен үйіне әкелеміз. Үлкен үйіне келген кезде көресіңіз, таразда бір күшті, осындай құрақшы кісі бар. Содан әдемілеп тіккізген, оның бәрі әдемілеп тұр бір жерде келеді. Иә, бұйыртса иншалла. Үйлеріне бес бөлмелі үйлеріне кіріп жаңа жылдан кейін ремонттайды. Сол кезде той жасайды үлкен қылып. Енді сіздерде 20 шақты адамға бір азыз адамға осы алдын ала кішкене еміз болсын деп жүрдік, соны не қыламыз ғой. Өздерімен өздері өсе берсін, өне берсін, көбейе берсін деп барлығына құдағиларымызға рахметімізді айтып, кішкене сый сияпатымызды. Фаридай қызды дүниеге әкелгеніңіз үшін деп құдағиыңыз сізге Папа, мекка кішкене Былай тұрады ма? жеңгесіне, толқынға, әдемі өзіне размеріміз келу керек. Алла разы болсын. Құдашаға, Дина құдашаға, нянясына. Ой, рахмет, Алла разы болсын. әкелген анасына. Машалла.
Разнообразие осында белое золото. Тебе, да? Күшті, күшті. Мына жақта Тұрар үйдің дайындаған тәттілері. И потом ауға болмашуға. Қазір ашып береді ғой. Мен ана алам. Аха. Ана. Күшті болады. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз құрметті көрермен.